Мерекемізді әрмен қарай жалғастырамыз. Тағы да мана уәде еткендегідей ойын сауық, ешқандай командаға бөлінбейміз. Жалпылама ойын. Әрбір стол өз үшін бір команда. Әуенді жалға деп аталатын бұл ойында белгілі бір орындалып жүрген әуендер қойылатын болады. Сол әуен орта жағына келгенде бірер секундқа ғана өшет, біз сол жерін ғана жалғап жереміз. Столдың басында отырған, активность танытып отырған, позитивный отырған қонақтарымызға, орнын тұрып айтқан адамдарға керемет сияпаттар тарататын боламыз. Сонымен кеттік, алғашқы ән. Сен барсың тек менде, келмейтін шектеуге, жадырап көктемде, нұрын төккенде, көңілім күз болып, күңіреніп кеткенде. Тағы бір рет. Өмірді сүргенде, қуанып күлгенде, жамылып мұң көрпе, жабырқап жүргенде, көңілсіз күндерде, ұйқысыз түндерде. Әдемі. Бұл репетиция. Түсіндік қой қалай екен. Енді ән әуенді табу емес, жалғап жіберу. Мына оңында да әдемі отыр. Негізі осы бір екі столдың арқасында қалған бәрі ілесіп отырды, үш столдың арқасында. Сол ғана қосылып отса тіптен керемет. Келесі ән. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым, арманы талайдың бағыма балаймын. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым, арманы талайдың бағыма балаймын. Мама, кімге береміз? Кімге береміз? Кімге береміз? Жоқ, бұлай қылайықшы. Жоқ, мына столдан бір қыз келіншектерден біреу келсін. Қыздардан біреу келсін. Анау төрден осы жігіттерден біреу келсін. Жұлқынып тұрған. Келсін бір, жұлқынып тұрған біреу келсін. Өз еркімен келсін ортаға. Кім? Шықсын да өз... молодец, красавчик. Енді, мына ортаға. Мына айналайын, мына мультфильмдер кімдікі қазір? Көкпар болу мүмкін, басып кетуіміз мүмкін, мұжып кетуі мүмкін. Одан кейін әкесі келіп, мен мұжып кетуі мүмкін сол. Иә, сәл ортаға алып отырсаңыздар. Сіздер ортаға келіңіздер. Би қоямыз, сол биді кім айырып жатады, соған береміз. Жібер! You said no, I said no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, I said no. Қошемет! No. Болды, нормально. Екеуіне де бір приз. Тойымызды қыздырғандарың үшін. Келесі ән. Я Магдалена, тамаша таңдалема, мен үшін ең әдемі, Дайындаламыз. өзіңсің жаным. Ай. Не болды мұна? Ай емес. Чип, біреу шиық етіп атыр да. Келесі ән. Ал. Молодцы. Жаңағы, қай столдан қанша адам келеді, орта келіп би дайрет, соған берем өшіп. Келсін, мен деген бишілер келсін ал. Көреміз. Мен деп серпіліп, желпініп тұр. Кім? Молодец, келсін. Қайда? Молодцы. Жібер. Ал. Dale, tonton, dale.
екен екеуіне. Әдейім осылай билеу керек билегеннен кейін. Келесі. Дайындаламыз? Тағы бір рет. Мен енді анау апаларыма қарап отырмын, әжелеріме айтатын шығар. Бір приз бергім келіп, қайта. Бар ма әжелерімізден? Осы әнді айтып. Қайтадан қоямыз осы әнді. Мен көрмеген адам құсап тұрайын. Осы төргі столдарға бергім келіп тұрды. Қос қайтадан, қос. Осы екі стол осы. Осы екі стол соңына дейін. Жығылса нардан жығыл дейді. Соңғысын көрем, алған алады, алмаған қалады. Жібер. Вся жизнь вокруг одни заборы, а я родился там, где одни просторы. Заведу мотор, опущу рессоры. Чем выше горы, тем ниже приоры. Эти длинные ресницы и черные... Енді бөлінеміз. Сол ғана тыңдап алыңыздар. Лада седан. Баклажан емес. Лада седан. Осы сөзді. Сіздер баклажан. Апа, баклажан. Помидор, огурцы емес. Баклажан деген сөзді айтсаңыздар болды, приз берем. Вся жизнь вокруг одни заборы, а я родился там, где одни просторы. Заведу мотор, опущу рессоры. Чем выше горы, тем ниже приоры. Тогда. Эти длинные ресницы и черные глаза. Алгымға береміз енді. Приз алатындар шықсын ортаға. Болды, соңған бұдан кейін қоймаймыз. Кім бар? Приз алатын шықсын ортаға. Әр солдан бір-бірден шықсын. Келсін. Молодец. Қайда? Таңда. Жігіттер. В общем, еркек бар ма? Біліп тұрмыз, бүкіл залда бірақ еркек бар екен. Екіншісінде олайық та қатя бұтағы да. Бар ма өз еркімен? Білеміз бір еркек бар екенін. Мама шықтау біреу. Аяқ қолын қалса да, жолғынып бір бейлейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, аяқ қолын талсадай, жолғынып бір бейлейік, шаң шығарып ортадай. Шаршама, тек шаршама, аяқ қолың талса да, жолғынып бір бейлейік. Рахмет. Біздің сөзді ұққаныңыз үшін, ортаға шыққаныңыз үшін, мынандай керемет сыйлықтар. Рахмет. Жақында Ақтөбе қаласынан Дубайға қарай бір самолет ұшып шықты дейді. Іші толған пассажирлар, самолет үлкен бір таудың төбесінен өтіп бара жатса, самолеттің төбі астана пилот неопытный біреу ма байқамастан таудың басында тұрып мынандай үшкір бір тасқа тиіп кеткенде асты жыртылып кетіп, біраз адам таудың басында қалып кеткен. Қалғандары самолеттің әр жерінен ілініп, самолет бір жағына қарай қисайып ұшып келе жатса, стюардесса айтатын көрінеді: құрметті жолаушы мырзалар, самолет бір жағына қарай қисайып ауып келе жатыр, болмайды, перевес. Бір адам өз еркімен өлу керек дейді ғой. Құдай-ау, кімнің өлгісі келеді? Бір-біріне жарма ұстап тұр дейді. Сөйтіп арттарына қараса, самолеттің құйрық жағында 90-нан асқан бір шал тұрса керек. Қалғандары 50-60-ның төңірегінде екен. Енді ана шалға қарап ымдаған ғой барлығы, енді орын берсеңші дегендей, болды ғой дегендей. Шалда түсінген екен, қу шал екен, сол жабысқан күйінде айтады дейді: қарақтарым, мен асарымды асадым, жасарымды жасадым. Құдай бақ дәулет беріп, аман сендер сол Дубайға қондырсын. Әумин десе, ана ұстап тұрған бәрі ек қолдап. Әумин деп
шалдың жалғыз өзі кетіп бара жатыр дейді. Ол шал көкем 100-ге толыпты. Сұрапты, ақсақал, жасыңыз 100-ге жетіп отыр ғой, әрбір жасқа қандай баға бересіз деп. Ақсақал айтатын көрінеді, 20 жаста өзіңді өзің баптайсың, 30 жаста бұлбұл қонған бақтайсың, 40 жаста дода бұзған аттайсың, 50 жаста шепті бұзған сақтайсың, 60 жаста көмбеге келген аттайсың, 70 жаста хан түсетін тақтайсың, 80 жаста ел сүйсінетін заттайсың, 90 жаста тозығы жеткен қаптайсың, жасың 100-ге жеткенде жетім қалған лақтайсың. Өмір қандай тамаша, жанға дауа таппайсың деген екен. Жанға дауа таптырмас той иелері 100-дің өрінен төрінен көріне беріңіздер, Құдай қаласа. Ал мерекемізді әрмен қарай жалғастырсақ, мен ортамызға бөлінуді емес бірігуді, егілуді емес алға қарай жүгірді ойлаған, алға ұстаса айбын, бетке ұстаса бедел бола білген Алмастың бір топ нағашыларын шақыртсам. Жанболат Нұржамал, Көптілеу Гүлжан, Қалпақ Алтынбек Рабиға, Нұрлан Жаниса, Қайнар Салтанат, Есболат Жәмила, Ахат Марал, Медет Мереке, Батыржан Жаннұр, Ермінезді Ерлан бастаған Алмастың нағашылары. Қайдан білмедім, сағымсың ба сен, күн орыннан аралған басың, таппадым сәулем, армандардан жаралған басың. Сағымсың ба сен, күн орыннан аралған басың, таппадым сәулем, армандардан жаралған басың. Рахмет Темірлан. Енді айналайын нағашылар, билеріңіз қандай керемет болса, көңіл күйлеріңіз одан да керемет деген ойдамыз. Сөзді өздеріңізден тарқатайық. Ассалаумағалейкум тойшы қауым. Ал мына той құтты болсын. Бүгін мына қаланың ортасынан Асылжан деген мейрамханада бір үлкен той болып жатыр. Қуаныш Жазира сіздерге. Ал мына үлкен тойда осы мына біздің күйеу бала Қуаныш пен қарындасымыз Жазираның шаңырағында, соның ішінде да құдалар бар. Баршаңызға құтты болсын тойларыңыз. Бүгін енді үлкен той ғой бұл. 2-40 1-0 дейміз ғой да. 40-қа 40 қосқанда 80 болады, 0 қоссаң бәрі 80 болады деп тұр. Ал жақсы, не болғанда да құтты болсын тойларың. Өте қуаныштымыз. Осындай тойда мына Рамазан айында, Наурыз айы бәрі қатар келіп жатыр. Бұл деген үлкен, былай қарасаң, сәйкестік. Бұл сәйкестіктің әр жағында бір үлкен, тағы бір жақсы сәйкестік жатыр. Бұл енді манадан айтып жатқан мына біздің үш жиеннің артынан бір азамат еріп жатыр. Алмас деген жаңа нағашы атасы атын қойып жатыр. Ал құтты болсын, кішкентайдың бауы берік болсын. Өздеріңіз жастарыңыз құтты болсын, денсаулықтарың мықты болсын. Жаңа 40 жаста айтып жатыр ғой, 40 деген қырдың басы дейді. Артына қарап не істедім, алдына қарап болашақта не істеймін деген ортадағы жас. Сондықтан әлі жастарың, қызықтарыңыз алдарыңызда, мына ағайын туыстарыңызбен, жан жақтарыңызбен аман есен солай жастарыңызды жасап жүре беріңіздер. Аман болыңыздар. Енді мына тойшы қауымға да сондай жақсы тілек тілеймін. Бәрінің отбасында бала шаға бар. Немере, шөбере сүйетін жасқа жетіңіздер. Тек жақтарың түспей жамандық көрмеңіздер. Аманшылық болсын тек әр отбасында. Осы айда тілеген дұға тілектеріңіз баршаңызға қабыл болсын. Мен өзім таныстырып кетейін, жаңағы Таңжарбай деген кісі менің әкемнің туған інісі. Мен соның баласымын, Жанболат деген, Қандыағашта тұрам. Жолдасым Нұржамал деген. Қалғандары өздері таныстыра береді ғой, танымайтындарың өзі қалған танисыңдар. Тағы да той құтты болсын, аманшылық болсын. Онда мына жерде біз қарындасым мен күйеу балам тұр. Бұл мына Таңжарбай ағамның, менің әкемнің екеуінің үлкен ағасының қызы Рабиға Алтынбек. Так, сен енді өзі танисың ғой. Күнді. Енді қой, Есқуат танисың. Қарағандан келіп тұрған ініміз бар енді. Есқуат келіннің атын ұмытып қалып жатырмын.
Марал. Қалған осы ауылдың адамдары ғой енді. Ал жақсы, тілекті ары қарай жалғастыр. Ал Қуаныш, Жазира, бүгінгі мына 40 жастарың құтты болсын. Мына шілдехана тойларың да құтты болсын. Сәбиіңнің бауы берік болсын. Сәбиіңнің бауы берік болсын. Дені сау болсын, үлкен азамат болып өссін. Өздерің тек осылай жарқырап, мына қыздарың ұлың өсіп, қыздарыңның алдында жарқырап жүре беріңдер. Тек отбасыларыңда той болсын, қуаныш болсын. Мына үлкен кісілеріміз төрімізде отырсын ылғи да. Тек осы той болсын отбасыларыңда. Ал құрметті қауым, мына тойға келіп жатырмыз. Мына мен Қуаныш, мына Жазира мен туған қарындасым. Қуаныш күйеу балам, тойларың құтты болсын. Кішкентайдың бауы берік болсын. Тойдан тойға оласын, наурыз құтты болсын, оразамыз қабыл болсын. Дастарханың шашылы болсын, тойға жалғаса берейік. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Енді бүгін менің бажам мен балзымның бүгін 40 жасы болып жатыр. Мен осы тойға, осы әулетке күйеу боламын. Мына Қуаныш екеуміз бажамыз. Ал бажа, балды жастарың құтты болсын, дендерің мықты болсын. Мына 40-қа келіп, менің балдызым ерлік істеп жатыр енді бүгін. Өмірге тағы 3 қыздан кейін бір ер бала келіп. Енді ол 3 қыз жұмақтың төр дейді ғой, құда бажа әзір емес енді 100 жасқа барғанда деп атқаным ғой саған. Әзір ордың жұмақтан орындайын деп атқаным ғой. Бажа, жаңа 2 аяқты да бажа тату, 4 аяқта бота тату дейді қалжыңды енді қазақтың бәрі түсіну керек. Енді не айтамыз, осы бүткіл қауым жасап атқан тойларың әрдайым қуанышқа ұласа берсін. Мына бүгінгі батырымыз үлкен азамат болсын. Қазақстанның бетке ұстар, өмірде алдағы ұстамы мықты. Осы президент болсын дейміз, оған көмекші болсын, жоғарылай берсін дейміз ғой енді. Аман болсын, есен болсын, үлкен жігіт болсын. Мына енді тамадыға шаммал айтып кететін мін бір жерде сын бар дейді ғой, жаңа сен біздің енемізді айтып жатсың, 40 жас Мәлика деп. Енді ол кісі бұрын біздің жеңгеміз болып еді, енеміз қайтқаннан кейін қазір ене болды, бұрын жеңгет, енді қазір ене болды. Ол жаңа күлсең үлкенге күл деген бар ғой, кәреге күл деген, жасын берсін деген. Ол кісілер осы ортамызда үлкен ақжаулықты әже болып, осы ұлағатты өмірді балдарға жалғастырып жүре берсін. Сәнін айтып, жәнін айтып, осы сол кісілерден алған тәрбиелеріміз әрі қарай жалғаса берсін. Ал мен тек бажа мен балзым айтатын, тек өмірде бақытты семья болыңдар, Қазақстанның ең таңдаулы семьяларының бірі болыңдар, балдарың бақытты болсын. Ассаламағалейкум, тойшы қауым. Мына біріншіден ораз ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Мына екіншіден құдалар, құдашалар, құдағайлар, соның ішінде мына алауыптар әулеті, бүгін тойларың құтты болсын баршаңызға. Кеше осы наурыздан бастап осы наурыз айы бастағанымен тойлап жатырық қой. Сонда да бүгін міне ал мына Қуаныш, Жазира, бүгінгі мына 40 жастарың құтты болсын. Жастарыңа жас қосылсын әрқашанда. Бастарыңа тағы да бас қосылып, бүгінгі мынау Алмас жанымыздың бесік тойы деп жатсыңдар. Бәрі де құтты болсын. Енді жаңа ортамызда үлкендер әрқашанда жүре берсін. Жағадан шақырып атасы, нағашы атасы айтып жатыр ғой. Сол үлкен кісілердің мына жасын берсін Алмасымызға. 80-нен асып 90-ға жетсін. Алла сондай тек әрқашанда яғни періштеге жас берсін. Өмір жасы әрқашан ұзақ болсын, күліп ойнап жүре берсін. Жастарың құтты болсын. Ал Қуанышым бүгін міне Қуанышқа қуаныш қосылып жатыр. Мына пайғамбарда күйеу баласын сыйлаған дейді ғой. Мен Қуанышты ешқашанда күйеу деп айтпаймын өзім. Қуанышым деймін. Жазирамда қалай Жазира деймін. Қуанышымда сол қуаныштарың құтты болсын. Ассалаумағалейкум бәріңізге. Наурыз мейрамдарың құтты болсын, жаңа жылдарыңыз. Тойларыңыз құтты болсын. Бүгін міне Қуантай мен Жазоктың үлкен қуаныш екен, бөлісіп келіп жатқаныңызға үлкен рахмет. 40 жасы келіп жатсыздар. Орда жасы жақсы болсын, құтты болсын бәріне. Алмасымыз ортаға келіп жатыр, үлкен азамат болсын. Еліміздің босағасын үстейтін үлкен биік көрінетін азамат болсын, жақсы. Бастарыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін.
Самый главный дендерің заман, бастарың заман. Осы тойда кездесе берейік. Самый главный. Қуантай Жазөк, мына тойларың құтты болсын. Жастан жасқа жете беріңдер. Қуантай атыңа сай. Әр күнің қуанышты болсын. Мынау балапандарың бау берік болсын. Ел сүйер азаматы болсын. Осы айтылып атқан үлкендеріміз айтылып атқан тілектердің бәрі қабыл болсын. Періштенің құлағына шалынсын деймін. Енді біздің жанұяның атынан менің азғантай сыйлығым бар еді. Өмірлерің осы саф алтындай жарқырап, әр күндерің қуанышпен жалғаса берсін. Той қаласын деймін. Қандай көркем қарашы, бақыт екен баласы, құтты болсын тойларың, ардақты ата анасы, құтты болсын тойларың, ардақты ата анасы. Бұл ғаламда бұл маңда мұндай шаттық болғанда, көрмегенде арманда, көргендерде арманда. Бұл ғаламға сыйғандар, бір-біріне меймандар, өмір деген өткенше сыйласыңдар, сыйлаңдар, бақыт қонып үлгерсін, бар қызықты бір көрсін. Кім қуанса бұл тойға дәл осындай той көрсін, кім қуанса бұл тойға дәл осындай той көрсін. Сыйлап асыл сыйларды, жанашырлар жиналды, шын бақытты күтсеңдер, отбасы бол иманды, шын бақытты. Ал енді мына құрметті қонақтар, Наурыз мейрамдарың құтты болсын. Рамазан айы, ұлыстың ұлы күні құтты болсын бәріңе де. Ал енді мына қожалар, атқамінер азамат келіп жатыр, орталарыңа құтты болсын. Ал енді мына Жазира Қуаныш, 40 жастарың құтты болсын. Жастарыңа жас қосылып, өмірде осы бақытты болыңдар. Кішкентайларың қызығына тоймай, осы семьяда осы балдарын қызығын көріп, ұзақ өмір жасаңдар. Ал тойларың құтты болсын. Құдай қаласа, Алмас бауырымыз, ініміз, перзентіміз арлы болсын. Өсіп өніп малды болсын. Бұйыртса, Алмас баламыз Қазақстандағы мен деген жігіттердің алды болсын. Ырысты болсын, қылышты болсын. Осындай дүбірлі мереке баршамызға да жығысты болсын дейміз. Мың алғыс. Әулетіміздің қыздары Еркеназ бен Айолымды шақыртсам, еткенеге сіздердің құрметтеріңізге әулетіміздің қыздары әдемі ән сыйлағалы жатыр нағашылардың құрметі үшін. Еркеназ бен Айолым сіздерге арнап ән сыйлайды. Кішкентайдан мені мәпеле өсірген, осы күнге мені еңбекпен жеткізген, осы күнге мені ұйқысыз жеткізген. Аяулы анашым, аяулы анашым,
естелікке сүрекетсейік. Келіндер, жеңгелер, мына кішкене бүлдіршіндерімізге арналған сый-сияпатты қолдарын ұстап жерсеңіздер, бір табақ па, бір жәрдем бер жерсеңіздер, орамалға түйіп па, мына не мүмкіндігінше. Келіңдер, еркеназ аяулым, ортаға келе қойыңдар. Ата әжелеріңнің, үлкендердің сендерге берген сый-сияпаты. Енді қадірменді ағайын, тойымыздың барысын байқап отқан шығарсыздар. Бізде ортада бір ұзын сонар үзіліс бермейміз, шайымыз ішеміз, әңгімемізді айтамыз. Дегенмен мына шайды келіп қалды, мына ас қайырусыз қалып кетпесін. Әулеттің келіндері ортаға келе қойсаңыздар, табақты алдырып, ас қайырып, одан кейін тойымызды әрмен қарай жалғастырсақ деп отырмыз. Төргі столдан бастап, үлкендеріміздің дастарханынан табақ алайық. Ғасырлар жаттау сірі, қариялар батасын береді екен, бата деген ақ тілеу керек екен. Жақсы дәстүр, жақсы сөз иге тілек, ұрпақтарға жалғасып келеді екен. Пай-пай шіркін, қазақтың келіндері, ас көп деген мақалдың айтылды. Үлкен астың батасын мен енді төрді дастарханда отырған Сүндет ағамыздан сұрасам деп отырмын. Сүндет аға, әумин деп үлкен астың батасын берсеңіз. Ол да дұрыс шығар, тоңға емес жолға қарғып атымыз ғой. Ағамыз сәкең жолын беріп жатыр. Өз әулетімізді соңында берем деп жатыр. Сексіне кеткен адам. Өзіңді шекшін жақсы. Ал бісмиллахиррахманиррахим. Құдай мұңдасын, әруақтар қолдасын. Мына өмірге келген Алмастың бауы берік болсын. Дені сау болып үлкен азамат болсын. Ата-анасына қамқоршы болсын, серік болсын. Артында қалған ағайын тумаға да тек қуаныш әкеле берсін. Иә, мынау қуанышпенен Жазираның мынау бір мүшел той ғой, бір үлкен мереке той. Құтты болсын, ұзағынан болсын. Осы тойлар жалғаса берсін. Құдай қуат беріп, әбіременен одан да көп тойларға бара берсін. Тойлар жалғаса берсін. Мұна келген қауым бәріңе де аманшылық болсын, мұна Наурыз құтты болсын, той тойласын, балдар бақытты болсын бәрде. Енді аға, жоқ, керемет бата ғой, құр қолға бата жүрмейді деген. Екі сыйлығымыз бар, таңдаңыз. Либо мұндай мощный шапан береміз, либо сочный тоқал береміз, қайсысы? Не бересін дейді? Ойланып қол. Либо мұндай свежий мощный шапан, или свежий сочный тоқал, қайсысы? Соңғысы мен тәуекел. Арым болса болар. Шапандардың өздеріңе деді ғой. Пока шапанмен құтылайық, екіншісін тауып қойыңдар тойдың соңына дейін, срочно. Шапан үстіңізде тосын. Енді қадірменді ағайын, енді әзіл әңгіме ғой. Жалпы қазір шай болып жатыр да. Одан кейін әлі шамал уақыттан кейін екінші дәм келеді. Бірақ неге екен білмеймін, екінші дастархан соңына қарай осында отырған столдардың біршама адамдар таппай қалатымыз жасырын емес. 10-15% жоқ болып кетеді да, қайда асығатын білмеймін. Ескертіп айтамыз, кімде кім тойдың соңына дейін қатыспастан үйіне кетіп қалатын болса, той біткеннен кейін осындағы қалған қонақтардың барлығы жиналып, сол кетіп қалған адамның үйіне қонаққа баратын боламыз. Тойдың соңында дейін төрт көзіміз түгелі отырайық деп жатырмыз ғой. Енді шайдың үстінде әулеттің кеу баласы, сіңлісі болып келетін Батыржан мен Жаннұр қайда тұр? Қолдарыңыз көтеріп қойыңыздаршы мені. Осы кісілердің атынан керемет ән думан емес, дәм думан. Осы алмасымыздың өмірі сәтті болсын, тәтті болсын деп керемет тортты жасатып алып келген жайы бар. Ішке кіргізейік.
Елдің алдына, төрдің алдына. Тәтті торт. Жас қосылып, соңында жылмен айғалар. Ақ тілекпенен басыңа бақыт байланар. Құшақ толып гүлге, жақындармен бірге, әр жыл сайын ай тойланар. Енді қазір бұны кесіп, қызметте қыздар жігіттер кесіп қазір халыққа тарататын боламыз. Дегенмен бір ырым жасайықшы. Сіздер әдемілеп бөліп, әдетте бізде үйлен тойларында жастар ата-аналарына беріп жатады, бір-біріне ұсынып жатады. Бұл жерде бір әдемі тәттілік болсын, сәттілік болсын. Үлкен ата-аналарымыз отырған кезде сіздер әлі баласыздар о кісілердің көздерінше. Сондықтан да сәнімізді, әнімізді бұзбай, әдемі бөлігін бөліп, ата-аналарымызға бар табыстайықшы. Өз қолдарыңызбен. Кішкентай немірелер болса, оларды да жіберейік. Бір бөлігін бөлейік, ата-аналарымызға табыстайық. Жүресің бе жаным, жанарыңда жанбас күллі жарық мекен. Сен есіме түсең шын қуанып кетем. Бір гүл алып келіп, бір күн алып кетем. Білесің бе жаным, күлімдеп қарағаның тәтті, тәтті. Мен саған ынтызармын қатты, қатты. Сен менің таңдауымсың сәтті, сәтті. Тәтті махаббатым. Күлімдеп қарағаның тәтті, тәтті. Мен саған ынтызармын қатты, қатты. Сен менің таңдауымсың сәтті, сәтті. Тәтті махаббатым. Мен саған ынтызармын қатты, қатты. Тәтті махаббатым. Сені тау жаным жан серегін тапты. Сұлу сезіміңнің балдай дәмін татты. Шоколадтай және махаббаттай тәтті. Сенен сұлу оспадай Анамның жаққан ошағы, таудай ұлы сезім. Алма қалаға әкелген қайран қамсыз күннен көңілді бір күй тосады. Аламдай дол сені адам болды, анам жүрген шығар аман болды. Қайтем енді намаз сағынғасын, әніммен жүрмін жарам демде, жарам демде, маматайым. Ал ата-аналарымызға бұның өзі, дәм ұсынның өзі бір бақыт. Осы тәтті дәмнің үстіндегі тағы бір тәтті тілек, одан кейін жалпылама биге шығатын боламыз. Тағы да нағашы жиен бөлелердің атынан Жаңыл, Тазагүл, Күлләш, Ләйла, Талант Жансая, Исламбек Нұрзада, Асқар Айнагүл, Кәдірбек Рахат, Амангелді Қалдыкүл, Қайрат Меңтай бастаған нағашы жиен бөлелер. Тәтті торттың үстіндегі тәтті тілек өздеріңізде. Өзіңді сүйгіздің басқаға, басқаға. Айлы күн астында, ақ гүлдер қасында. Өзіңді сүйгіздің басқаға. Қош келдіңіздер. Құрметті тойшы қауым, тойларыңыз құтты болсын. Мына Қуаныш, Жазира, құда-құдағайлар, кішкентайдың бауы берік болсын. Қуаныш, Жазира, мына мерейлі жастарың құтты болсын. Тек жастан жасқа жете беріңіздер. Той жасап, қуанып атсындар, қуаныштарың ұзағынан болсын. Балдарың өмір жасы ұзақ болып, үлкен азаматша болсын. Тек осы үйге той деп келейік, тойда кездесейік бәріміз. Тойларын той қыласа берсін. Ассалаумағалейкум, мынау бүгінгі тойға жиналған тойшы қауым. Мынау Дәулет нағашымыздың қожалардың шаңырағында болып атқан мынау Қуаныш пен Жазираның 40 жасы, мынау кішкентай
дүниеге келген бүлдіршіннің шілдеханасы. Осы той баршаңызға құтты болсын. Той тойғаласа берсін, той тойға жалғассын. Ал енді мынау біріншіден Қуаныш пен Жазира екеуі де қатарына 40 жасқа толып жатыр екен. Мынау 40 деген өзі бір киелі сан. Жаңағы айтады ғой, 40-тың бірі Қыдыр дейді. Кішкентай нәресте дүниеге келгенде 40-нан шығарады. Даже дүниеден өткен адамды да 40-ын жасайды. 40 деген сондай киелі сан. Қызға 40 үйден тыю деген бар. Жігіт үйден 40 қадам шықса, бойдақ деген де бар. Сондықтан енді мынау 40 деген жақсы құтты болсын. Жазира екеуіңнің тағы 40-тың осындай тағы 40-ын жасаң, одан асып кетің. Алланың берген жасын тек Жазира екеуің бірге қол ұстасып, бір жастықта қартайып, бірге жасаңдар. Соған тілектеспіз. Ал енді дүниеге мынау кішкентай нәресте келіп жатыр екен, жаңа атын қойып, азан шақырып, осы жерде бесікке салып жатыр. Ол да бір үлкен керемет, бір ғанибет нәрсе. Мынау қыздардан кейін дүниеге келген ұл деп, жаңағы ұлдың аты ұл ғой шіркін қашанда дейді ғой, шаңыраққа ие болып қалатын деп. Сол шаңыраққа ие болып қалатын мынау дүниеге ұл келіп жатыр екен. Ұлдарыңның бауы берік болсын, өздеріңе серік болсын, әрдайым қуаныштарың болсын, көз қуаныштарың өсіп, өніп, ұрпақтарың өсе берсін, қажымас қайратты болсын, талмайтын талапты болсын, самғайтын қанатты болсын балаларың. Ал енді өзің атыңда Қуаныш қой. Әрдайым қуанышта жүр, қуанышың көп болсын, шаңырағыңда қуаныш болсын, қуаныш қуанышқа жалғаса берсін. Жазира қуаныш, 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 тағы да қуаныш. Дастархандарыңда сондай қуаныш болсын. Қуаныш, Жазира, мына болып жатқан тойларың құтты болсын. Жаңа айтылған тілектің бәрі періштенің құлағына шалынып аумен болсын. Кішкентайдың бауы берік болсын, үлкен азамат болып өсе берсін. Осы кішкентайлардың соңынан тағы да кішкентайлар көбейе берсін. Тек көрген бейнетің тек той болсын. Ал ақ бөлелерім, тойларың тойға ұласа берсін, қуаныш бөлем. Ұлың келіп жатыр екен өмірге, құтты болсын, бауы берік болсын, үлкен азамат болып, өзіңе серік болып, қолғанатың болсын. Келін екеуіңнің 40 жастарың құтты болсын, құт береке алып келіп, тек 23-ші жыл тек үйлеріңізде құт береке болсын. Барлықтарыңызға, қожалар әулетіне, барлықтарыңызға той тілей. Осылай тек тойда қауышып, әрқашанда қуанышта тойда кездесіп жүре берейік. Қуаныштың үйінде әрқашан той болсын. Ал құрметті Қуаныш, Жазира, мына бүгінгі тойларың құтты болсын, дендерің сау болсын, отбасыларың аман болсын, көрінген балдарыңның қызығын көріп, бақытты ғұмыр кешіңдер, бауырларың аман болсын. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым, жиен, бүгінгі 40 жастарың құтты болсын, шілдехана деп жатыр, бауы берік болсын, өздеріңе қолғанат болсын, артынан көптеген білімді де ғұмырлы ұрпақ еріп, ол балада енді үлкен әулет иесіне айналсын, өзің сияқты. Тойға келейік, жақсылық болсын, қуаныш болсын, айтқан тілектердің бәрі қабыл болсын. Шарқырап жүре беріңдер жеңгем екеуің. Ер бала мына жасы ұзақ болсын, енді жаңа шілдехана несін кесіп жатыр, құтты болсын бәрі. Осында қызығына тоймай жүре беріңдер, бәріміз куәгер болайық, тек тойға ұласа берсін. Ал тойшы қауым, ал тойымыз құтты болсын. Ал Қуаныш, Жазира, барлық қуаныш құтты болсын. Тек осы үйге той деп келейік. Ал барлықтарыңыздың оразаларыңыз қабыл болсын. Нанымыз көп, еліміз тыныш болсын. Тек тойда шаршайық. Бақытыңыз бағаналы бәйтеректей, шақтыңыз жаймен аққан селдей болсын. Берекеңіз дүниенің бесігіндей, бірліктеріңіз бетегелі белдей болсын. Ұлдарыңыздың ең мықтысы министр, әкім, президент боп, ұлдарыңыздың ең нашары мендей болсын, шамам болмайды. Батшақтың қызын алайын ба, ойбай қасқа батыс деген алыс қой, жалпы маған үйленуге бола
сый сапатымызды табыстап той иелерінің маңдайынан сүйіп қолын алып құттықтаған кейін ортаға би алаңына шақырамыз. Баршамызды би алаңына ал кеттік. Теңебедім өзіне көздерімнің қарасын болмас екен қадірлім сезіміме таласын емдейтін сен деп жүрсем жүрегімнің жарасын аягөз қайда барасың? По полям, синий трактор едет к нам, у него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй, отгадай. Ардақтайтын алашын, аямайтын бағасын, үй болайық екеуміз бағындырған дарашын. Ата-анамыз жол қылсын, екі ауылдың арасын, келін болар деп жүрсем, мақтан етер анашым, аягөз қайда барасың? Аягөзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айнымайтын бағыңмын, жанарыңнан айналдың, дәл өзіңдей лағылдың. Аягөзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айнымайтын бағыңмын, жанарыңнан айналдың, дәл өзіңдей лағылдың.